Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет таңғы астың рецептімен бөліспекпін. Келесі рецепттерді менің каналымнан бірінші болып көргіңіз келсе, осы видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен нанды осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осы бөліктерді тағы да ортасынан бір бөліп дайындап аламыз. Келесі кезекте таңғы астың салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін 150 грамм ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. 200 грамм сүзбеге үккіштен өткізілген ірімшікті және 2 жұмыртқаны өте ұсақ етіп туралған көк пиязды қосамыз және жақсылап араластырамыз. Араласқан қоспамызға жарты шай қасық қара бұрыш, жарты шай қасық тұз қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын. Достар, енді видеода көрсетілгендей етіп, нанның үстіне салманы салып шығамыз. Сіздерге де осы рецептпен таңғы ас әзірлеуді ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет болады. Достар, дайындап жатқан таңғы ас өте жылдам дайын болады. 180 градуста 20 минутта дайындап аламыз. Достар, өте аз уақыттың ішінде мінекей ерекше, дәмді әрі тез дайындалатын таңғы ас дайындадық. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесіде менен қандай рецепт күтесіздер, комментарий бөліміне жазуларыңызды сұраймын.